Сәлем достар, баршаңызға бүгін ұлыстың ұлы күні жасалынатын наурыз көжемізді әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Наурыз көженің құрамында 7 түрлі заттан кем болмауы қажет. Біздің оңтүстік өңірде осы дәнді дақылдарды қосатын боламыз. Бидай, арпа, жүгері, күріш, тары қосамыз және бізде мейіз қосатын болады. Құртымызды қосамыз. Менде ащы құрт бар және тұщы құрт бар. Оны дәміне қарай қосатын боламыз. Және сүрленген қазы бар. Бұл қоспалардың өз мағыналары бар. Су жұртымызда тасапшылық болмасын, ет дастарханымыздан үзілмесін. Арпаға келсек, адамның қаны бұзылмайды. Дәнді дақылдарда қосылады. Мұның негізінде бір тамырдан өсіп өнген секілді ұрпағымыз жайылып көбейсін деген мағына жатыр. Ал бісміллах деп мен жұмысымды бастаймын. Қазанымызға алып салқын суымызды құйып, қазымызды салып, ет қайнатқандай бүлкілдетіп қайнатып, бетіндегі көбігін алып, баяу отқа қойып піскенше қоямыз. Дәнді дақылдардың ішінде ұзақ пісетін жүгерімізді, арпамызды, бидайымызды мен алдын ала пісіріп дайындап алдым. Тарымды жуып, күрішімді жуып, және мейізімді жуып дайындап алдым. Енді барлық қоспамызды етіміз піскен соң қосатын боламыз. Біздер жақта сүт қосып жасайды. Мен сол себепті сүтімді ағарғанымды дайындап қойдым. Ал енді болбырап піскен қазымызды сорпасынан алып, суытып қоямыз. Қайнап жатқан сорпамызға бидайымызды саламыз. Және жүгерімізді саламыз. Үстіне арпамызды салып, осы 3 қоспаны 10 минуттай бір бүргілдетіп қайнатып аламыз. Қайнаған соң үстіне күрішімізді саламыз. Күрішіміз тез пісіп кететін болғандықтан осы қоспалардан кейін саламыз. Күріш тез пісетін болғандықтан күрішімізді бір қайнатып аламыз. Бір қайнаған соң сорпамызды құртымызға құйып, құртымызды езіп, жақсылап сорпамызға қосатын боламыз. Жақсылап езілген құртымызды сорпамызға қосатын боламыз. Ақ мол болсын деген ырыммен ағарған қосатын болған наурыз көжемізге біздің өңірде сүт қосып жасайды. Мен сол себепті сүт қосып жасадым. Үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Наурыз сөзінің мағынасы жаңа жыл деген мағынаны білдіреді. 21-нен 22-сіне қараған түні күн мен түннің теңелетін күні. Және жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы. Енді етімізді әдемілеп турап алуымыз қажет. Өздеріңіздің қалауларыңызша сүрленген қасына ет қоссаңыздар да болады. Мен тек қазымен ғана жасадым. Сүтімізді құйып, енді қайнайын деп жатқан кезде үстіне тарымызды саламыз. Және мейізімізді қосып алатын боламыз. Туралған етімізді салып, жақсылап бір араластырып, бір бүлкілдетіп қайнатып, бетін жауып, тынықтырып, 10 минутқа, 15 минутқа қоятын боламыз. Мінекей достар, менің наурыз көжем дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыз, менің видеоларымды бірінші болып көресіздер. Мінекей достар, наурыз көжем осындай болып әзірленді. Наурыз құтты болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, астарыңыз дәмді болсын, сау, саламат болыңыздар.